Алиса, привет. Привет. Как же я вас ждала? Рахмет. Алиса, анау жақында жеңешеңнің туған күні жақындап жатыр да, соған бір естен кетпейтіндей бір нәрсе істеу керек болып тұр енді. Сендер бәленің бәрін білесіңдер ғой. Со, айтсайшы маған, не істеуге болады ананың туған күніне? А? Алиса! Саған айтып отырмын ғой мен. Қыз! Алиса! Ой, я пошуметь оды кого? Бүйтін Алисасын тап. Алиса! Позови, пожалуйста, Маручи. Она еще не приехала. Как не приехала? Как не приехала? Ты ертең кеткен жоқ па? Қалғымасын? Она обиделась и ушла. Ну, не істедің. Не істеген жоқпын? Вот последние новости. Давай, скажи. Что случилось, Алиса? 16 школ построят в Карагандинской области. Не надо, это не надо. Алиса, успокойся, пожалуйста. Какую школу? Гоу-во двух гимназию. О, шешемна біздің қатын гимназия істейтін біледі ғой. Алиса, подай мне, пожалуйста, чай, а? С сахаром? Обязательно? Вам какой заварить? Черный, без газа, пожалуйста. Шадияр қазандасың бекен кері, а? Қалайсың, Мұрат? Амансың ба? Ғабит, қалайсың, амансың ба? Денсаулығың қалай? Нормально, бәрі. Не болды? Ойдың орманда отырсың кәдімгідей. Сол, настроение болмай тұр. Ә? Бұл үйдегі жеңешенің туған күні ғой. Соған бір кішкене жастарский, необычный бір нәрсе істейін дейін де, вообще ойға ештеңе келмейді. Сендер бәленің бәрін білесіңдер ғой, айтсаңдаршы. Сен де сұрайтын адамнан сұрадың ғой кәдімгідей. Сен деген повар емессің ба? Соны пайдалан. Қалай соны? Енді сенен қолыңнан неше түрлі тамақтар келеді ғой істеуге, мысалы да. Соның біреуін күшті қылып істейсің да, сосын дерзі қылып дастархан жаясың. Сосын жан жағына свеча қоясың да, әйеліңнің көзін жауып келесің да, отырғызып қоясың, көзін ашқан бойда дастарханды көреді, өзі шок. Ана жерде сен дерзі қылып, ғашықтар, махаббат туралы өлеңнен оқып бересің оны. Еще ана әйелім отырғанына бүйтіп көзін ашып қалған ғой. Сол кезде Сая суши никогда не подведет демейін ба? Ол қалай болады? Ол по идее Рексона емес пе? Заң бар ма? Тек қана Рексонаға айтыңдар осыны деген. Жоқ. Енді сен Сая суши бір рет болса да позволить етті ба? Жоқ. Өте не ал дейсің? Нормально емес пе? Жақсы, я тамақты өлтіремін ғой. Бірақ енді өлең оқу деген қалай болады екен? Не болды? Әйелің үшін оқып бере алмайсың ба не? Таста ертең мына біздің ауылдағылар еститін болса көтін ашып күледі ғой маған. Ауылдағылар айта береді, сосын бір әйелің оқып беруге болатын шығар, конкретно былай келгенде. Бірақ әйелің ғой да? Да. Бір өлең арнап жіберсем. Конечно. Жақсы, өлеңді арнаймын ғой, бірақ оны кім шығарады ол өлеңді маған? Сен шығарып бересің бе? Енді сен емаса кім шығарады маған? Кеше мен ақын емеспін ғой. Мен ойлаймын бар ғой, әр қазақтың бойында, қазақ деген ұлт бар ғой, по идее, өлең шығаратын ұлт ғой, ақындық қанында бар нәрсе ғой ол деген. Саған ол тем более проблема болмайды, просто мойындама. Да? Конечно. Ешқандай проблема емес. Дайындалар осы осыдан. Дерсі қылып өлең шығар. Жалғызымсың, жалғызыңмын. Болмайды ау. Картошка пісіріп берсемші? Дерзкий нәски алып берсем деген. Алло, Марлен, тыңдашы қара. Жаным саған мен бүгін келіп тұрмын, өміріңді теріп тұрмын, сені мен терезеден көріп тұрмын. Шықшы жаным, мен саған келіп тұрмын. Қалай? Не айтып кеттің? Не? Болмай ма не? Енді өлең болғанда кішкене бір махаббатқа қатысы бар, жүректі жылытатын, лирикалық, сондай бір өлең керек қой негізі.
Все, давай, түсіндім. Давай. Интахир. Ол болмайды да? Кеш батып кетір ма? И чё? Үйтші сен клубтағылар іздеп жатқан шығар? Как бармай қойып, саған эмбі қойып қоймас? Да я давно уже не хожу в клубы. Да? Ну, амашық па кішкене? Қызуын көтеріп, температура ұрып тұрған жоқ қой, нормально ма? Да я не шучу. Қойшы, база жоқ. Неге именно бізге заказ бердің? Просто проголодалась. И Да? решила заказать. Ай, қайдам. Мені көрінген аккуратно заказ беріп тұрсың ғой, да? Кстати, сегодня мы вечером с друзьями собираемся. Мгм. Вот, хочу тебя пригласить. Познакомить Меня? с друзьями. Мені ма? Ага. Ол қалай болады екен, а? Да что ты ломаешься? Ол ламац еткен сол ғой енді мәселе. В общем, вечером тебе скину местоположение на WhatsApp. Хорошо? Давай, көреміз енді, көрейік. Обещать ете алмаймын. Все, мне надо идти. Давай, пока. До вечера. Нені қаяққа жіберем дейді? Орысша сөздер. Зайжал ғой, осы барға. Қолың да? Алло. Алло, я Шадияр, тыңдашы. Қара, қараңғы, тыныштық, айнала өңгерген елес. Сен шықтың арғылау бөлмеден бұл жолы. Кейінмен емес. Сол ма? Не ұрады тұрған? Қуасың ба? Мынау деген баяғы өлең ғой. Еще бұның махаббатқа ешқандай қатысы жоқ. Саған айттым ғой мен. Махаббатқа қатысы бар, кішкене лирикалық. Сондай өлеңдер оқымайсың ба? Все, түсіндім оны. Жена моя нежная, красавица снежная, успокойся, пожалуйста, навсегда. Қой. Жүрейін. Ойланып, мың толғанып, есігіңді қақтым. Есік аштың сұлуым, төгіліп тұр шашың. Көзің ердің қасың, ауыштырды басты. Ғашықпын деп өзіңе жыртылып мен жаттым. Жан, Мадикош, Ботахан, Кошахан, love you, baby, крошка, сладкая моя конфетка. I love you, Жан. А тебя, зайчик? Не скажу. Тебя, птичка, потом. Знакомьтесь, это Даниэль. Сэм. Сэм. Данияр вот. Как? Данияр. Закажи, брат, что хочешь? Пиво, виски, кола, королева танцпола. Ай, что, брат? Просто су, вот. Что? Су, просто. Что, денег нет? Айтса ұялма, ақша берем. Жоқ, рахмет, бар ақша. Су ғой, просто су. Ладно, танц отырай, брат. Что, кем работаешь? Доставщик. А? Түсінбедім. Не понял, да? Ладно, ничего. Айван. А что ты поняла? Өзіңше. Өздері немен айналысасыңдар? Мы не работаем, брат. Молодые ғой пока. Зайчикпен. Базар. Тайын, сендер үшін махам-пахамдан жасайды ғой. Ребят, может, что-нибудь уже закажем? Давай. Да? Официант, можно? Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Сәмәс емес, добрый вечер. Да, добрый вечер. Он мой гость. Он. Ага. Предложи ему что-то шикарное. Давай. Здравствуйте. У нас такое блюдо мясное есть, потом цыпленок на гриле. Сейчас повтори. Цыпленок на гриле с картофелем есть. Давай. Маған цыпленок на гриле с картофелем берші маған. Картофелем?
иә. Родственники, да? Как обычно, да? Я, да? Иди. Постоянные гости тут. Специально спрашиваю на русском. А он тупит все время. Тупой, да? Қалай жұмысқа алады осындай? Ай, не понимаешь ты. Мына жерде сенен басқа тупой жоқ сияқты ғой. Танысқанына қуаныштымын. Рахмет шақырғаныңа. Обиделся? Девочка сяхты? Ненормальный. Эй, птичка, смотрите, ей, не стимет, а? Данияр, ты куда? Мен ана жерде отыра алмаймын бар ғой. Сен саған да совет беремін. Ну, они же мои друзья. Мен ана жерден дос көріп тұрған жоқпын. Или сен вообще досты дұрыс таңдамайсың. Рахмет де. Алло. Не болды? Абайдың өлеңін оқыдың ба? Бәрін сен айтқандай істедім, в общем. Өзімді дайындадым, романтический өзім дедің ғой, соны дайындадым, өлеңін оқыдым, қатын деген шок қой. Ол деген ондайды көрмеген ғой. Шок болып, шалқасынан қолға чүйт қалып бар ғой. Рахмет саған, от души. Саған бар ғой, так, саған кері қандай сыйлық берсем екен. Давай, ертең жұмысқа смело кешіп келуге болады 8 минутқа. Сен не оққаның қызық болып тұр маған. Оны ертең енді кегінен өзің айтып берейін, ұят болар мына жерде оқып тұрған. Давай. Давай. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Так, не қалайсыз? Повтори. Виски, да? Повтори, сосын всем айт. Бүкіл столдарға подписаться етілсін каналға. Подпишитесь. Сосын колокольчик. Прям бәріне, Всем, марш кетші. Всем подписываемся. Айт бәріне, айт. Всем подписывайтесь. Хорошо? Ай, колокольчик просто.